Бисмилля. Егер сіз үйіңізге су кіргізбекші болсаңыз, мына пайдалы ақпаратты қарамас бұрын бастамай тұрыңыз. Мінекей, егер сіз паечный мынандай турбамен кіргізетін болсаңыз, мүмкіндік болса 25-тікпен неғылыңыз кіргіздіңіз. Ішінде стекловолокнасы бар. Бұны целиком 4 метр неғыласыз жаңағы кеспей салып жібересіз, ешқандай жалғамай, ненің астынан, фундаменттің астынан, яғни кесілмей 4 метр болып өткені жақсы. Одан кейін мүмкіндік болса мынандай немен утеплительмен, жылытқышпен қаптағаныңыз дұрыс. Мынау 20-лыққа арналған, мынау 25-ке арналған, қателеспесем 25-ке. Одан кейін егер мынандай немен турбамен, ПВХ турбамен неғылатын болсаңыз, бұнда да кеспей силикон салып жергеніңіз дұрыс болады фундаменттің астына. Сол кезде сізге ремонттау тиімді болады. Мынау егер не қоятын болсаңыз, отвод немесе колено қоятын болсаңыз, бұл ремонттау қиынға соғады сізге. Одан кейін мына турбалардың бірнеше түрі бар. Мынау мысалға 2-2 толщинасы қалыңдығы, мынау 1-8, мынау одан жұқарақ, бұның несі жұмсақ болады сырты. Бұл жаңаға 100-дік турбалар канализационный. Бұдан да қалыңы бар, 3-2 деген. Оны қойсаңыз вообще жақсы болады. Осы қалыңдауын қойған дұрыс турбалардың канализацияға. Одан кейін канализацияның үй жұмыстарында кухняға, ванныйға 70-тікпен жібергеніңіз дұрыс болады. Бұл 50-лікке қарағанда толып қалмайды, су өткізу қабілеті жоғары болады. Тағы бір айтатын жай, мына септиктің немесе канализацияның үйден шыққан жеріне мынандай 90 градус емес, 2-45 градус қойған тиімді болып табылады. Өйткені мынадан судың бітелуі немесе жаңа судың өту қабілеті неғылады, күшейеді. Өйткені бұл не тікелей түспейді, былайша айтқанда плавный түсіп неғылады, толмауына себеп болады. Егер сізге осы видео ұнаса, лайк басып, бізге тіркеле кетіңіздер.